Bismillahirrahmanirrahim. Пайғамбарымыз Мұхаммед Мұстафа саллаллаху алейхи уассаламға салауат айтудың біздер үшін өте көп пайдалары бар. Соларды біртіндеп еске түсіріп өтетін болсақ, ең бірінші біз Аллах Тағаланың бұйрығына бойын ұсынған боламыз. Құран кәрімде Аллах Тағала айтады: Аузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Инналлаха ва малаикатаху юсаллуна алан наби. Я айюхаллазина аману саллу алейхи ва саллиму таслима. Шүбәсіз Аллах пен періштелері пайғамбарға көп салауат айтады. Ей мүминдер, сендер де оған салауат айтып, толық мойынсұншылықпен сәлем беріңдер деп. Асхаб сүресінің 56 аятында бізге солай бұйырады. Осы бұйрықтан кейін біз пайғамбарымызға салауат айтатын болсақ, Аллах Тағалаға бойсұнып, және Аллах Тағала мен періштелердің салауатына қосылған боламыз. Аллахтың періштелерін және қарапайым үмметтің салауаттарының арасында мағына жағынан айырмашылықтар бар. Аллах Тағаланың салауаты пайғамбарын рахметіне бөліп, оның мәртебесін көтеруі. Періштелердің салауаты пайғамбарымыз үшін истиғфар және дұға жасауы. Мүминдердің салауаты болса, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға дұға жасау болып саналады. Екінші, күнәларының кешірілуіне себепші болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай дейді: кімде-кім маған бір рет салауат айтса, Аллах Тағала ол адамға 10 рет салауат айтады. 10 қателігін кешіріп, 10 дәрежесін көтереді деп айтқан екен. Үшінші, қияметте пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның қасында болады. Пайғамбарымыз былай дейді: қиямет күні адамдардың маған ең жақыны, маған ең көп салауат айтқандары деп айтқан екен. Тирмизиден келтірілген хадистерде. Одан кейін пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға салауат айту шыға жауап қайтарады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай дейді: сәлем берген адамның сәлеміне жауап беруім үшін Аллах рухымды маған қайтарады деген екен. Абу Дауудтен келген. Пайғамбарымызға салауат айтудың тағы да бір пайдасы: әрбір салауат айтқанның есімі пайғамбарымызға білдіріледі. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам былай ескерткен: жер бетінде Аллахтың кезген періштелері бар, олар үмметімнің сәлемін сол сәтте маған жеткізеді деген екен. Тағы да салауаттың пайдалары: салауат айтқан адам Аллах пен Расулының сүйіспеншілігіне басқа махаббаттардан артық көргендіктен оның ақылағын бойына сіңіруде дәрежесі өседі. Жаман мінез-құлықтан құтылып, парасаттылыққа жетеді. Тағы да пайғамбарымыздың оған деген сүйіспеншілігі артқаны сияқты, оның да пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассаламның деген сүйіспеншілігі жалғасын тауып еселеп өседі. Аллах Тағаланың Расулуллах саллаллаху алейхи уассалам арқылы бізге берген сыйы сансыз көп болғандықтан, салауат айтумен пайғамбарымыздың мойнымыздағы ақымызды аз да болса өтеуге тырысқан боламыз. Одан басқа бізге Аллах Тағаланың рахметінің түсуіне себеп болады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам: кімде-кім маған бір рет салауат айтса, осы себепті Аллах Тағала оған 10 есе мархамат етеді дейді Муслимнан келген хадисінде. Және де ұмытылған сөзді еске түсіруге себепші болады екен. Салауат көп айтқанның пайдасы: дұғаларымыздың қабыл болуына себепші болады екен. Пайғамбарымыз айтады: намаздан соң Аллахты мадақтамай, пайғамбарымызға салауат айтпай дұға еткен адамдарды көрдім дейді. Сосын бұл адам асығыстық жасады деді. Сосын ол адамды қасына шақырып былай дейді: біреулерің дұға еткен кездерінде алдымен Аллах Тағаланы мадақтап, сосын маған салауат айттыңдар, содан кейін қаулыларың бойынша дұға етіңдер деген екен. Тағы бір хадисте пайғамбарымыз былай дейді: дұға еткен адам пайғамбарға салауат айтпайынша дұғасы перделі болады деген екен. Одан кейін илахи азапқа тап болудан қорқайды екен. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам айтады: қасында есімім айтылған кезде маған салауат айтпаған адамның мұрны жер сүзсін деп айтқан екен. Сондай-ақ Аллах Тағала пайғамбарына салауат айтқан құлының істерінде оған жеткілікті болады екен. Оның бүкіл дұғасы қабыл болады екен. Мұқтаждықтардың барлығы орындалады екен. Оның әрі дүниеде және ақыретте қайғысы азаяды екен. Мысалы, Убай бин Кааб радиаллаху анху пайғамбарымыздан: я Расулуллах, мен саған көп салауат айтқанды ұнатамын, қанша айтқаным дұрыс екен деп сұрайды. Пайғамбарымыз: қалағанынша айт дейді. Сонда Убай бин Кааб: дұғаларымның 4-тен бірін салауатқа арнасам бола ма деп сұрайды.
Расулаллах қалағанша арна, бірақ одан да көбірек айтсаң сен үшін қайырлы болады деген екен. Онда дұғамның жартысын салауатқа арнаймын дедім дейді Убай бин Кааб. Сонда Аллахтың елшісі қалауың білсін, бірақ одан да көп істесең сен үшін қайырлы болады деген екен. Сонда мен тағы да айттым дейді Убай бин Кааб, олай болса 3-тен 2-сі жеткілікті ме деп сұрады. Пайғамбарымыз айтады, қалағанша бірақ көп етсең сен үшін жақсы деген екен. Сонда Убай бин Кааб, ал дұғамның арнаған уақытымның бәрінде саған салауат айтсам қайтеді деген екен. Сонда Аллахтың елшісі, онда Аллах барлық қиыншылықтарыңды жойып, күнәларыңды кешіреді деген екен. Сонда дұғамыздың бүкілін салауатқа арнайтын болсақ, күнәларымызды кешіруіне себепші болады екен, және де барлық қиыншылықтарымыз жоятынын осы хадисте бізге білдірген екен. Пайғамбарымызға салауат айтудың өте көп пайдасы бар. Аллах Тағала Әл-Имран сүресінде тағы да айтады: "Я Расулым, оларға айт, егер Аллахты сүйетіндіктерің шын болса, маған бағаныңдар, сонда Аллах та сендерді сүйіп, күнәларыңды кешіреді" деп айтқан екен. Пайғамбарымызды сахабалары өте қатты жақсы көрген екен. Пайғамбарымыз дінді жаю және үйрету мақсатында жанындағы тайпаларға ұстаздар, мұғалімдер жіберетін болған екен. Бірақ кейбір жіберген мұғалімдерге қиянат жасалған еді. Осындай жағдайлардың бірі Раджи оқиғасында болған. Қари тайпасында Аллах пайғамбарымыздан, Аллахтың Расулынан исламды үйрететін мұғалім сұрайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам 10 адамнан құралған адамдарды жібереді. Бұлар Раджи деген жерге барғанда кәпірлер оларды тұзаққа түсіріп, 8-ін шейіт етеді де 2-ін тұтқынға алып, меккелік мүшриктерге табыс етеді. Тұтқындалған сахабалар Зейд пен Хубейб радиаллаху анхума еді. Екеуі де залым мүшриктердің қолынан шейіт болып қаза болады. Шейіт етпей тұрып Зейдтен сұрайды: "Өміріңді құтқару үшін сенің орныңда пайғамбардың болғанын қалар ма едің?" деп сұрайды. Сонда Зейд бұл сұрақты сұраған Әбу Суфиянға ашулықпен былай жауап береді: "Менің бала шағамның ортасында болып, пайғамбарымның осы жерде болғанын қалау былай тұрсын, оның аяғына тікен кіргеніне де көңілім әсте разы болмайды" деген екен. Әбу Суфиян бұл сүйіспеншілікке не дерін білмей өте таңданып, "Мен дүниеде Мұхаммедті сахабаларының сүйгендей бірін-бірі сүйетін 2 адам көрген жоқпын" деген екен. Сосын Хубейбтің қасына келіп, оған дінінен бас тартса құтылатындығын айтады. Сонда Хубейб: "Бүкіл дүниені де берсеңдер, дінімнен қайтпаймын" дейді. Зейд радиаллаху анхудан да сұрағанда дәл сондай деп жауап береді. Хубейбтің шейіт етілместен бұрын бір ғана қалауы бар еді. Ол Хазіреті пайғамбарға сәлем айтау еді. Бірақ кімнен жіберерін қасында ешбір мұсылман жоқ еді. Аянышты түрде аспанға қарап: "Я Аллах Тағалам, бұл жерде пайғамбарымызға сәлемді жеткізетін ешкім жоқ. Оған сәлемді сен жеткізші" деп Аллах Тағалаға мінәжат қылады. Сол кезде Мадинада сахабаларымен бірге отырған пайғамбарымыз оған да сәлем болсын деп "Ва алейкумуссалам" деген сөзін айтады. Сонда сахабалар естіп: "Я Расулуллах, кімнің сәлемін алдыңыз?" деп сұрайды. "Бауырларың Хабибтің сәлемін" дейді. Ақыры кәпірлер 2 сахабаны да қатты азаптап шейіт етеді. Шейіт болғанында Хубейбтің айтқан бір сөзі өте маңызды еді: "Мұсылман болып өлген соң қалай болса да еш қам жемеймін" деген екен. Міне сахабалардың имандылығы, сүйіспеншілігі және батылдығы. Мұндай азапты жағдай бізді қорқытқанмен, Аллах пен пайғамбарымыздың ғашықтықтары мұндай жағдайда ешқандай уайымға салынбаған еді. Олардың барлық мақсаты пайғамбарымызға саллаллаху алейхи уассаламның көңілін таба білу еді. Сөйтіп, олардың ықылас пен сүйіспеншілікке толы жіберген сәлемдері жеріне жетіп, әрі бұл сәлемдерін Аллах Тағалаға жеткізген еді. Сахабалардың Хазіретті пайғамбарға деген ынтықтығы мен сүйіспеншілігін онан ары көрсететін мынандай мысалдар өте біздер үшін ғибратты. Абдуллах бин Зейд әл-Ансари радиаллаху анху пайғамбарымызға келіп: "Я пайғамбар Расулуллах,
Сен мен үшін нәпсімнен, малымнан, баламнан және әулетімнен де сүйіктісің. Егер сені келіп көру сияқты бір нығмет болмағанда өлуді қалайтын едім, деп жылайды. Сонда ардақты пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам, неге жылайсың деп сұрайды. Ансари, я Расулуллах, бір күні сіз де біз де өлетінімізді, сіздің пайғамбарлармен бірге жоғары мәртебеде болатыныңызды, біз болсақ жәннатқа кіргеннің өзінде төменгі дәрежелерде болатынымызды ойлап, сізді көре алмайтындығымнан қорқып жыладым, деп жауап берді. Мейірімділікке толы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам ешқандай жауап берген жоқ. Осы кезде мына аят кәрима түседі. Кім Аллахқа және пайғамбарына мойынсұнса, олар Аллах нығмет берген пайғамбарлар, турашылдар, шииттер және салихтармен бірге болады. Олар қандай жақсы достар, деп Ниса сүресінің 69 аятта түседі. Абдуллах бин Зейд әл-Ансари радиаллаху анху бақшада жұмыс істеп жүрген кезінде ұлы ентіге келіп қайғыра Расулуллахтың қайтыс болғанын хабарлайды. Осы ауыр хабарға теңселген Ансари былай дуа етеді. Аллахым, көзімді ал, осыдан кейін тек сүйіктім Хазіретті Мұхаммедтен басқа ешкімді көрмеймін. Абдуллах ибн Зейд әл-Ансаридің дұғасы қабыл болып, сол жерде көзі көрмей қалады. Мінекей ғашықтық пен сүйіспеншілік екі жүректің арасындағы байланыс жемісі. Сүйгендер еш уақыт сүйіктісін көңілінен және аузынан тастамайды. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға сахабалар өте көп жақсы көріп, ауыздарынан тастамай салауат айтып, оның барлық айтқандарын орындап жүрген.